Ержан Қалдыбек 1995 жылы дүниеге келген. Тағдырдың талай сынынан өткен азамат, оның өмір жолы бір қалыпты болмағанмен, жүрегіндегі үміт оты ешқашан сөнген емес. Ержан сабырлы, жауапкершілігі мол, өзіне жүктелген міндетті үнсіз атқарып жүретін жандардың бірі. Ержан әр күнін үлкен жауапкершілікпен басап, әр сапарға адам өміріне алаңдаған күйде шығады. Ержан екінші топ мүгедегі, соған қарамастан ол қоғамнан шет қалмай, адал еңбек етуді өзіне парыз санайды. Денсаулығындағы шектеулер оның рухына әсер ете алған жоқ. Керісінше өмірге деген құштарлығын арттыра түсті. Ол үшін еңбек тек табыс көзі емес, өз орнын табудың, өзіне өзі деген сенімдіктің белгісі. Бұл қызметке кіріскенге дейін 8 айға ғана болса да, Ержан ұжым арасында сыйлы болып үлгерді. Оның еңбекқорлығы мен адамгершілігі көпке үлгі. Ержанның өмірі қайсарлықтың, төзім мен үміттің айқын көрінісі, ал оның әрбір күні ертеңге деген сеніммен басталады. Ассалаумағалейкум, 7 арнасы Бағдәулет Ерланұлы. Бүгін біз Түркістан қаласындағы қалалық емханаға келіп тұрмыз. Яғни бұл емхананың дәліз залы. Яғни осында біз Ержан Қалдыбек есімді мырзамен бүгін сұхбаттасамыз. Дәл қазір менің жанымда Ержан Қалдыбек мырза. Көріскеніме қуаныштымын ереке. Енді естіп жатырмыз, орталық арқылы жұмысқа орналаспысыз. Мансап орталығы арқылы. Жұмысқа тапсырып, осы жерге көлік жүргізуші болып келдім. Істеп жатқаныңызға неше уақыт болды мұнда? Қазір үшін 7 ай болды істеп жатқанына. Бәрі жақсы. Көлік жүргізушісіз осында, яғни нақтырақ сіздер қандай жұмыстар атқарасыздар? Нақтырақ болғанда вызовқа барамыз. Біз азанғы уақытта анализ шығады, анализді алып лабораторияға барып өткіземіз. Одан келгеннен вызов шықса вызовқа барамыз. Ары қарай обед болады. Обедке дейін, бірден екі обедімізді ішіп аламыз. Сосын ары вызов врачтар жаңағы жатулы адамдарға барады, укол салуға барады, давлениесін өлшеуге барады деген сияқты. Анализ алуға барады. Сондай жұмыс өте жақсы. Жалпы мына жедел жәрдем шақыртулары көп болып тұра ма өздеріңізде? Күніне неше вызовқа барасыз? Күніне бір 3 вызов сондай шығады. Сонымен кешіп батады ғой. Жұмыс таңғы сағат 9-дан басталады. Кешкі 5:30-да бітеді мен жұмысым өзім. Сол. Әріптестерім бәрі жақсы, өте жақсы. Бәрімен қарым-қатынастамыз. Жұмысқа кіргеніңізге 7 ай болды ма? 8-ші айға кетіп жатыр. 8-ші айға кетіп жатыр, иә? 8 айдың ішінде енді былай келген кезде күніне 3-4 вызов түседі деп жатсыз да? Жалпы былай есептейтін болсақ, уже осы уақытқа дейін қаншама жедел жәрдем шақыртуларына бардыңыздар, жұмыстармен жүрдіңіздер. Ішінде бір ең қызық оқиғаға тоқталайықшы. Өзіңіздің жүрегіңізге қатты тиген. Жүрегіме қатты тиген қызық оқиға жоқ. Бәрі ауру адам ғой былай келгенде. Көріп барып жүрген адамдарым қайтыс болып кеткендер бар. Онкологический мен жаңағыдай врачтарды апарамыз. Бір апаны білем. Білем болған, аты жөнін білмеймін. Барып жүрген вызовпен. Сол апа барып жүрді, қайтыс болып кетті сол апа. Сол жүрекке тиген сол, басқа. Яғни барып жүргеннен кейін бір жүзі жылы уже таныс адам сияқты болып қалып, кейіннен өмірден өткеннен кейін шамалы бір түрлі болып қалдық. Таң қалып. Сондай көп, сондай адамдар, жатулы адамдар жаңағыдай. Енді жұмыстың жауапкершілігіне тоқталайықшы. Жалпы ауырып отырған адам шақырады ғой енді сіздерді. Ауырып отырғаннан кейін барынша тезірек бару, сіздердің міндеттеріңіз, жұмыстарыңыз, жалпы осы жауапкершілік қалай жұмысыңызда? Жауапкершілік бәрі уақытылы. Шақырған кезінде сразу барамыз. Дәрігерлер уақытында шығады, айтады, шығады, апарам, алып қайтам, күтіп отырам, жаңағыдай кіріп шығып, жаңағы дәрімендерін салып, перевязкасы көріп, перевязкасын істейді, сонымен қайтып әкелем жұмысқа. Жұмыс таңғы сағат 9-дан басталады. 9-дан басталады. 5 күндік жұмыс, 5 күндік жұмыс, 2 күн демалыс. 2 күн демалыс. Жалпы енді өзіңіз мақсатыңыз қандай алдағы уақытта? Тұрақты жұмысқа орналасыпсыз осы жерге? Тұрақты жұмысқа орналастым. Мен осы жұмыс арқылы Құдай қаласа ақша тауып үйленсем ба, өзім бойдақпын жалпы. Құдай қаласа үйленсем ба деп тұрмын. Мен ниетім бар.
сол. Біздің жалпы көрермендерімізге не дейсіз? Кейде мынандай бір мәселелер болып қалып жатады. Жедел жәрдем көлігі кеш жетеді деген әңгімелер болады халық арасында. Оны өзіңіз жалпы жүргізуші ретінде не айта алатын едіңіз көрермендерге? Енді қаланың ішінде пробка деген нәрсе болады. Кейде енді көлік техника болғаннан кейін бұзылып та жатады. Соны түсіндіріп кетіңізші енді көрермендерге. Түсіндіргенде әр түрлі ғой ол жағдай негізі. Жаңағыдай көлік кептелісі болады. Дұрыс түсінбей жататын адамдар болады ғой. Бір негізі әдейі кешіккендей. Әдейі кешіккенде енді ауырған адам бәрібір тез жетсе екен деп не алады ғой. Барынша негізі дәрігерлер тез жетуге тырысады негізінде. Оны бір әдейі істеп, бір жай жүрейін, сол кісіге жай барайын демейді. Барынша тез баруға тырысады ғой негізі. Ауырған адаммен тез келген қалайды, алып тұрады бір жер мысалы. Сол сияқты ғой үшін. Барынша тез жетуге тырысады ғой негізі әр адам. Мысалы өзінде әке-шешесі бар, қарындасы бар, ауырады деген сияқты болады ғой. Жұмыс болғаннан кейін енді кептеліс болады, кейде баллон жарылып қалады машинаның, өзің көлік жүргізуші болғаннан кейін. Небір жағдайлар болады ғой жолда. Қазір енді қалалық емханаға жұмысқа тұрдыңыз, 7-8 ай өтті дедіңіз. Енді осы уақытқа дейін өзіңіз немен айналыстыңыз? Осы уақытқа дейін жұмыс осы. Қандай жұмыстар? Жаңа выставкаға барамыз. Азанда жаңа анализ шығады, соны лабораторияға барамыз. Осы жұмысқа тұрардан алдын 7-8 ай бұрын. Оның алдын стройкілерде жүрдім, былай жеңіл-желпі жұмыстарды істеп. Сондай. Әр жерде машина айдап. Сол. Жалпы алдағы уақытта жұмысыңызға табыс тілейміз. Ақ халатты абзал жансыздар. Ауру адамға шипа беретін, дер кезінде жететін, сондықтан керемет игі іс жасап жатсыздар деп ойлаймыз. Рахмет сізге Ереке. Неге құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңызға Ержан мырза ішіндегі ақ сырын ақтарып бүгін арнамызға осылай сұхбат беріп отыр. Ақ халатты абзал жан бүгінде 7-8 ай бойы тынбай жедел жәрдем көлігін айдап жана ауырған жандарға дер кезінде жетіп, бүгінгі күнде өз жұмысын атқаруда. Бақдәулет Ерланұлы, жеті арнасы, арна қосулы болсын. Ержан үшін әрбір жұмыс күні жаңа сынақ, әр жаңа мүмкіндік. Аурухана дәлізіндегі қарбалас, жедел шақыртулар мен асығыс сәттер оның күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналған. Осындай сәттерде ол сабырын сақтап, өзіне тапсырылған міндетті мінсіз орындауға тырысады. Оның бойындағы қарапайымдылық пен үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету қасиеті әріптестерінің көңілінен шығады. Ержан ешқашан өз жағдайын алға тартып, жеңілдік сұрамайды. Керісінше қолдан келген көмегін аямай, ортақ істің алға басуына үлес қосады. Ержан Қалдыбектің өмір жолы көпке ой саларлық. Ол қиындыққа мойымай, еңбекпен биіктеуге болатынын дәлелдеп келеді. Оның бүгінгі табандылығы мен адалдығы ертеңгі жарқын күндердің бастауы іспетті. Бақдәулет Ерланұлы, Өмірхан Смайыл, 7-7 News.